Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз бауырды қуырмай бұқтырып, керемет дәмді қылып пісіретін боламыз. Оңай жасалады. Дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бізге керекті заттар: бір пиязымыз және бір сәбізіміз қажет болады. Осы пиязымызды дәл осы ұсақтап турап табамызға. Сіздер сары май салсаңыздар болады. Мен осындай қазының майын салдым. Жылқының майын салсаңыздар да болады. Дәл осылай шыжғырып, одан кейін сәбізімізді дәл солай төрт-піштілеп турап, оны да 5 минуттай шыжғырып алатын боламыз. Жақсылап шыжғырғаннан кейін мен бауырымды тазалап, менде осындай сиырдың бауыры болды. Төрт-піштілеп турап қоямыз дайындап, алдын ала жуып, одан кейін турайтын боламыз. Осы шыжғырылып тұрған пиязымыз бен сәбізіміздің үстіне бауырымызды салып, жақсылап араластырып, одан кейін тұзымызды, бұрышымызды, паприкамызды салып, жақсылап араластырып, және 10-12 минутқа бұқтырып, бетін жауып, пісіріп аламыз. Одан артық қоймаңыздар, бауырларыңыз тастай болып кетуі мүмкін. Және лавр жапырағында қоссаңыздар болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Газдың астын міндетті түрде орташа отқа қойып қойыңыздар. Мінекей біздің бауырымыз теп-тез дайын болды. Үстіне май қосып жіберсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің бауырымыз дайын болды. Гарниріне әртүрлі тағамды қолдансаңыздар болады. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен болған Гүлсамал.